дуа адамның өмірінің күл талқанын шығарады. Жақында энерготерапияға бір кісі келді. Бұл кісінің сферасына тазарту жүргізіп болғаннан кейін мына физикалық денесіне ем жасауды бастадық. Ем жасау барысында бұл кісінің маткасына дуа жасалғанын көрдім. Ол дуаны кім жасаған десем, көз алдыма бір әйел адамның бейнесі келді. Әйел адамның бейнесі шашына иықтан түсетін, ақ реңді, жаңағыдай толықтан келген, өзі реңді, ажарлы бір кісі екен. Бұл дуаны бұл кісі жаңағыдай бала көтермесін, тумасын деген мақсатта жасаған екен. Сөйтіп терапия біткеннен кейін айтамын оған, сізге маткаңызға дуа жасалған екен, бала көтермесін деген мақсатта жасалған екен. Осындай деп түр сипатын белгілеп айтып беремін. Осындай танысыңыз бар ма еді десем, бұл кісінің жақын адамның түрі осындай екен. Сөйтіп ол уже сразу білді, маған осындай жақын туысым онда дуа жасаған. Білемін, себебі осы жақын туысым маған бала көтерме, тума деп қайта-қайта айта беретін дейді. Сөйтіп ол кісіден кейін сұрағанымда 3 рет көтерген, 3 ретте де бұл кісіде түсік болған. Осылай дуа бір адамның өмірін күл талқанын шығарып отыр. Егер сіздің бойыңызда қандай да бір дуа бар екенін, немесе менің бойымда дуа бар, тазаланғым келеді, немесе таныстарымның бойында дуа бар, тазалатқым келеді дейтін болсаңыздар, жекеге жазыңыздар, профильде WhatsApp номері тұр.